Кайырлы күн достар, бүгін капкейк дайындайтын боламыз. Оригинал рецепт, сондықтан жіберіп алмаңыздар. Қажетті заттарды жазып қалдырамын. Жұмыртқамызды, қантымызды, майымызды қосып араластырып аламыз. Үстіне сүтімізді құямыз, тағы да араластырамыз. Ұнымызға крахмалымызбен разрыхителімізді қосып, екіге бөліп салатын боламыз. Дайын болған тестамыз өте сұйық емес, бір қалыпты болады. Капкейктарымыздың ыдысына бөліп салып шығатын боламыз. 180 градуста 20 минут пісіреміз. Кремімізді дайындаймыз. Творожный сырымызды, сливкемізді, сахарный пудрамызды миксерлеп аламыз. Плотный крем шығатын болады. Мен закрытие звезда насадкасын пайдаландым. Осылай видеодағыдай етіп, гүлдеп, өз қалауларыңызбен әсемдесеңіздер болады. Біздің капкейктарымыз дайын болды. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазуды, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.